үлкен бульдозерлар келіп, мына жерлердің бәрін қопарып жатқан кезде, мына тура есіктің алдындағы мына ағашқа келген кезде мен уже үлгердім. Келіп, прям алдына тұрып алдым ғой мына нені. Мына жерде ізі де қалып кетті мынау бульдозердің. Ауыр техникамен ауланы таптағандар Гагарин көшесіндегі нөмірі 108 үйдің тұрғындары жұмыста болған уақытта келген. Сөйтіп емін-еркін ағаштарды құлатып ойына келгенін істепті. Олар тіпті бұл маңда ойнап жүрген балалардың қауіпсіздігіне де бас қатырмаған. Халық алғашында бұл жерге балалар алаңшасын салып жатыр деп ойлапты. Алайда тар жерге 5 қабатты 2 үй тұрғызылатынын естігенде бірден құзырлы орындарға хабарласқан. Қалай ол құрылыс бөлімі, қалалық құрылыс бөлімінің бекітілуіменен осы жерде енді 5 этажды. Причем ол бұрынғы үйдің тұрған орнына емес, оған қосымша былай Г-образно, тура мына біздің аулада. Сонда бізде аула жоқ та, получается, аула болмайды. Жұрт жұмысшылармен жаға жыртысып жүріп, қасқарая құрылысты тоқтатыпты. Бір қызыға заңды тірлік жасап жатырмыз деген мердігер бір түнде техникасын алып тайып тұрған. Содан бері бұл маңға ат ізін салмапты. Ал тұрғындар қала билігі мәселенің мән-жайын түсіндірмейінше аулаға ешкімді кіргізбейміз деп бекініп отыр. Өйткені қабырғасы 40-шы жылдары қаланған ескі үйлері құрылыс жүргізетін ауыр техникалардың әсерінен құлап қалуы мүмкін екен. Дом старенький. Үй ескі, ауыр құрылысты көтермеуі мүмкін. Техникалардың әсерінен опырылып құласа астында қаламыз ғой. Оның үстіне мына жерге 5 қабатты үй түссе, күннің көзін жауып қалады. Ел шу шығарып құзырлы орындарға арыз жазғаннан кейін тыныштық орнаған. Бірақ Абай ауданының әкімдігі жұртқа өкпелеп қалса керек көше бойына қоқыс жәшіктерін орнатып беріпті. Жергілікті билік өкілдерінің пікірін білмек ниетпен ақжағалылардың алдына бардық. Жер қала әкімдігінің меншігінде, сондықтан жауап бере алмайтындарын айтты ақталып. Ал балалар алаңшасын салу жоспарда бар екен, бірақ қашан, қай жерге орналасатыны белгісіз. Ал енді сіздердің айтып отырған мысалы Гагарин көшесінің бойындағы 108-ші үйдің дұрыс рас. Ол жерде жаңағы балалар орналаса жоқ екенін білеміз, дұрыс. Ал енді жаңағы мен қазір алдында айтып өттім, 49 ауланың ішінде мына Гагарин көшесі 108-ші үй бар, 11.664.000 теңгеге жоба құжат сметар бәрі дайындалып қойылған. Аудан әкімнің орынбасары көше бойына орнатылған қоқыс жәшіктеріне қатысты айтып берді. Ол мұндай шешімге кек алу үшін емес, ескі орынға шағым түскеннен кейін барғанын айтты. Осыдан соң 5 қабатты тұрғын үйге тапсырыс берген қалалық құрылыс бөліміне жол тарттық. Себебі нөмірі 108-ші үйдің тұрғындары 2014 жылдан бері балалар алаңшасы керек деп қалаға қарасты бөлімдерге арыз жазған. Алайда атқамінерлер алаңшаның орнына алпауыт ғимарат салып бермек. Елдің шағымын айтып, Шымкент қаласының құрылыс бөліміне бас сұқтық, алайда атыдардай мекемеден жауап беретін бір адам таппадық. Жауапты мамандардың бөлмелері бос тұр. Ал халық дәл осы бөлім қандай да бір нәтиже шығарады дегенге сенбейді. Сондықтан Ғабидолла Әбдірахымов жағдайда өз бақылауын алып, істің ақ-қарасын айырып берсе деген тілектерін жеткізді. Нұрсұлтан Тұрысбек, Мұрат Адинаев, Абзал Тұрабеков, ТВК телеарнасының жаңалықтар қызметі.